мұнайды не алмастыру мүмкін? 10 жылда бітпес, 20 жылда бітпес, 100 жылда бітпес, бірақ бір күні қоры таусылған кезде мұнай бітеді деген негізі қауесет. Каспий құбыр консорциум арқылы тасымалданады, бірақ соңғы жылдары КТК-да үзілістер көбейді. Риск бар. Бір күнде және Құдай сақтасын жарылып кетсе, екі ортада қаламыз. Біз де қаламыз, олар да қалады. Теңізде келісімшарт 2030 жылы аяқталады, және Шеврон ары қарай келісімшартты соза ма? Созбай қалса қандай қиындықтар болады? Қайда жағынан бәлкім біз біріншіміз. Теңіз болса Шеврон болмайды деген. Компанияларда сендер кетпейсіңдер, сендер компаниялар біздің астымызда жұмыс істейсіңдер. Таяуда 16-шы Евразиялық Казэнерджи форумы өтті, оған өзіңіз де қатыстыңыз. Енді әлемдік мұнай газ нарығында бір өзгерістер бола ма жақын арада? Әлемдік мұнай газ нарығы негізі жауабын алған кезде 500 миллиард долларлық бір көлемде инвестиция жылында жаратылады. Ол қаражат әр елге тепе-тең жаратылмайды. Қай елдің мысалы шарттары ыңғайлы болса, сол елде инвесторлар барып ақшаны құяды. Енді былай қарайтын болсақ, Қазақстан соңғы 30 жылдан қарайтын болсақ, тәуелсіздік алғаннан бері белгілі уақытта инвестиция тартылған кездер болды, көбірек, кейбір кезде аз тартылған кездер болды. Менің ойымша, қазіргі жағдайда Қазақстан инвестицияны күрт төмендеуі алаңдатады. Себебі ақша, негізі сол ақша жылда құйылады. Сол ақшаны Қазақстан қалай тарту, менің ойымша басты мәселе. Сол басты мәселе менің ойымша қозғалды деп ойлаймын, және сол мәселе бойынша қандай ыңғайлы шарттар Қазақстан ұсынылады шетелдік инвесторларды көбірек өздеріне тарту барысында. Енді осыдан 10 жыл бұрын сарапшылар айтатын, мұнайдың бір күні қоры таусылады, сосын басқа энергия көздері алмастырады деген пікір. Жалпы осы пікірмен қалай келсесіз, және сол 10 жыл бұрынғы болжам қазір орындалды ма? Мұнай бітеді деген негізі қауесет. Ол 100 жылдан бері келе жатқан әңгіме. Әр бір ресурстың бітетін уақыты болған секілді, мұнайдың да бір бітетін уақыты деген ғалымдар арасында тартыс көптен бері келе жатыр. Алғашқы теория негізі 1900 қателеспесем 56 жылы ақш ғылым маман Кинг Хаббард деген кісі ұсынған болатын. Оның жоспары бойынша 1960 жылдың соңына қарай мұнай өзінің шегіне жетеді деген. Бірақ ол Америка құрама штаттарында. Сол 1960 жылдың соңында 69 жылы өзінің теориясын өзгертеді. 1970 жылы болады. Солай ол шегере береді. Әлі күнде мысалы қазір дүниежүзінде ең көп мұнай шығаратын ел ақш елі, Америка құрама штаттары. Яғни ол мұнай көлемі жылдан жылға өзінің шегін жаңағы рекордын бұзып келеді. Сондықтан мұнайдың қашан шегі болады деген сұрақ, ол сұраққа жауап әлі менің ойымша табу қиын. Оның бір себебі соңғы 5 жылда мысалы бізде пандемия болды. 2020 жылы пандемия болған кезде көптеген компаниялар айтқан, бітті. 2019 жылы мұнайдың ең шегі болады деп қабылдаған стратегияларында. Әйгілі бір BP деген Ұлыбританияның компаниясы бар, Голландиямен жаңа қосылған. Сол компанияға жаңағы болжам бойынша 2020-да пандемия болды. Мұнайдың жаңағы күрт төмендеді талабы. 2019 негізі шегі болады деп сондай бір не қойған, вердикт, болжам емес, вердикт қойған кәдімгідей. Бірақ өткен жылы ғана сол компания қайтадан өзгертті. Негізі мұнайдың әлі жаңағы талабы өсе береді. Ол талап қашан жаңағы мұнайдың шегі жетеді деген әлі көптеген ұйымдар бар. Ұйымдарында негізі өзінің несіне байланысты, стратегиясына байланысты. Мысалы, ОПЕК ұйымы ол мұнай экспорттайтын елдердің бір несі да, ұйымы. Ол елдер үшін әрине мұнайдың талабы азаймау керек. Сондықтан олар болжамында сол ниетпен болжам жасайды. Яғни олардың болжам бойынша 2040 деп аталады. Одан басқа ұйым бар, мысалы, ол мысалы жасанды емес жаңағы баламалы энергия көздерін көбірек лобби жасайтын ұйымдар бар. Ол лоббилар ұйымдарға мысалы мұнайдың шегіне тезірек жеткені тиімді, себебі өздерінің альтернатива жаңағы энергия көздерін олар ұсына алады. Ол ұйымдардың өзі қазір айтып отыр, мұнайдың әлі шегі жеткен жоқ деп. Сондықтан мұнайдың шегі консервативтік болжам бар, оптимистік болжам бар. Бүкіл жәндегі ұйымдардың болжамдары мұнайдың шегі әлі жеткен жоқ. Қашан болатын 2030 дейді, біреу 2035 дейді, 2040 дейді. Ең дұрысы бұл жерде менің ойымша мұнайдың шегі қашан жетеді емес, әрине. Бұл жерде бұл мұнайдың шегі жеткенге дейін сол мұнайдың қанша бөлігін біз қамтамасыз ете аламыз. Жарайды, енді 10 жылда бітпес, 20 жылда бітпес, 100 жылда бітпес, бірақ бір күні
қоры таусылған кезде мұнайды не алмастыру мүмкін сіздің ойыңызша? Сандарға келетін болсақ, 2000 жылдың басында 2004 жылы мұнайдың талабы, жаңа мұнайдың консампшн дейді, потребление, яғни тұтыну 84 миллион баррель күніне болған мұнай. Күніне 84 миллион баррель мұнайдан шығады, соны халық тұтынатын, жалпы индустрия тұтынатын. 2024-те ол 104 миллион баррель болды тәулігіне. Яғни 20 жылда 20 миллион баррель тәулігіне мұнайдың тұтынуы өсті. Яғни ол не деген сөз? Жыл сайын 1 миллион баррель мұнай тұтыну өсіп отыр. Ол шегерілген жоқ. Екіншіден, ол мұнай қайда кетеді? Біздің шыққан мұнайдың жартысынан көбі бензин мен дизельге кетеді, отын тұтынуына. Қалай ол мысалы 2004 жылы мысалы қалай бензин мен дизель жартысы болса, қазіргі таңда да сол бензин мен дизель жартысын құрап отыр. Бәлкім өсті де. Бензин әсіресе өсті, оның цифр ретінде мысалы өзім айта аламын. Мысалы бензин 20% болған екен кезінде, қазір 27% болған екен. Дизель мысалы отынны қарайтын болсақ, ол 23% болған, 29%-ға көтерілген екен. Өзінің жаңа бүкіл тұтынатын. Бұл жерде өспеген авиакеросин болады. Көлем ретінде өсті, бірақ өзінің жаңағы үлесі сол күйінде қалды, қалпында 7-8%. Сондықтан бұл таңда 60% бензин, дизель, керосин отыны, 60% бүкіл мұнайдың тұтынуы, оны бір күнде жоқ қыла алмайсыз. Мысалы, авиакеросин өзгере қоймайды. Әлі күнге дейін электр тоғымен ұшатын ұшақ жоқ мысалда. Бүкіл ұшақтар авиакеросинмен ұшады. Ал ұшақты қолданатын пассажирлер, жаңағы тұтынушылар күннен күнге өсіп келеді. Күннен күнге жаңа ұшақ өндіріп жатыр. Пассажирлер көбейіп жатыр. Сондықтан ол төмен түсе қоймайды. Бұл жерде әрине мысалы дизельді қолданатын ең көп тұтынушы ол жаңағы теңізде жүретін танкерлер, жаңағы кемелер. Оларға да электрмен жүретін әлі күнге дейін кеме шыққа қойған жоқ. Демек, ол да төмен түсе қоймайды. Бұл жерде көліктер бәлкім төмен түсуі мүмкін, электромобильдердің көбеюіне байланысты. Әсіресе мысалы ең көп тұтынушы бензинді ол Қытай елі, ең көп тұтынатын бірі. Сол елде мысалы 2024 жыл алғаш рет бензиннің мысалы өткен жылы тұтынуы сол қалпында қалған екен. Жылда өсіп келген, бірінші рет сол қалпында қалған, неге? Өткен электромобильдердің ең көп шығуына байланысты. Әрине, ол жаңа өзінің шегіне жетеді. Шегіне жеткеннен кейін белгілі уақыттан кейін бәлкім төмен түсе бастайды. Бірақ бірден жоқ болып кете қоймайды. Екіншіден, электромобильді қолданатын бүкіл бәр ел емес. Ол электр тұтынушы, электромобильді қолданатын өзі Европа елі қатты дамыған болуы мүмкін, Қытай елі дамыған болуы мүмкін. Бірақ әлемде қарайтын болсақ, жалпы негізі электромобильдің үлесі бәлкім Африка елдерінде көп емес. Мысалы, Латин Америкада бәлкім көп емес. Себебі бәр жақта оған инфраструктура әлі дайын емес. Яғни оны электромобильді зарядтайтын орындар жоқ, орындар жоқ, сондай секілді сұранелер бар өзінің. Сондықтан айтқанымдай, мұнай жылда 1 миллион баррель тәулігіне өсіп келе жатыр, ол төмен түсе қойған жоқ. Сосын тағы бір бағыт бар, ол мұнай газ химиясы. Оның ішінде жаңағы не кіреді? Полипропилен кіреді, полиэтилен кіреді, тағы да көп ол өзі бар. Қазақстанда бұл салаға кіріп жатыр, қазір көптеген жобалар бұл салада атсалысып, жаңағы басталып жатыр, жобалар жатыр, келешек жобаларға да. Сондықтан бұл салада да негізі өсуді егер қарайтын болсақ, 23%-дан үлесі 2004 жылы, қазір 2024-те 33% өскен екен. Яғни мұнай газ химиясы да ең үлкен өскен бір саланың бірі. Өзіміздің қолданатын, тұтынатын заттардың 90% қазір ол мұнай газ химиясына шығады. Химия заттар, әсіресе біз өз күнделікті қолданатын телефоннан бастап көлігіміз бар, үйіміз бар, бүкіл заттарымыз біздің салафан, пластик, одан құтыла алмаймыз. Бәлкім өсіп жатыр ол қолдануымыз күннен күнге. Сондықтан бұл салада менің ойымша әлі төмен түсті деген не жоқ, жаңа шегіне жетті деген жоқ. Қашан шегіне жетті оны білмейміз. Сондықтан бұл сала өсе береді. Бәлкім жақындап қалған кезде біз оны сеземіз. Әзірше мен ерте деп ойлаймын. Түсінікті. Сіз жаңа жобалар туралы айтып қалдыңыз ғой, жалпы Қазақстанның мұнай газ секторына қазір инвесторлар келіп жатыр. Оларда енді жаңа бір дүние шықты, сервистік келісімшарт негізінде жұмыс істемек. Заң жобасы да қазір әзірленіп жатыр екен. Мұның негізгі тиімділігі неде, және шетелдік инвестор оған келісе ме мәселен? Енді сервистік келісімшарт деген біздің кодексте қарастырмаған пайдалы қазбаларды игеру. 90 жылдары сервистік келісімді кодекске енгіземіз
па енгізбейміз ба деген кезде енгізбейміз деген шешім қабылданған. Бірақ дүние жүзінде келетін болсақ 3 түрлі келісім шарт бар негізі, жалпылама алатын болсақ. Бірінші келісім шарт түрі ол концессия. Ол ең ежелгі келісім шарт түрі 1933 жылы Сауд Арабиясымен қойылған, алғаш сол кезде басталады келісім шарты. Одан бері осы таңға дейін келісім шарт ең көп бөлігі концессиямен. Қазақстанда да келісім шарттың 95%-ын көбісі концессиямен қойылған. Бізде қазіргі таңда бәлкім 7-8 СРП-дан басқасын тыс бәрі концессиямен қойылған. Екінші келісім шарт түрі ол СРП деп аталады, өнімді бөлісу. Соглашение раздела продукции дейді, ағылшынша Production Sharing Agreement. Бұл келісім шарты 1950 жылы басталады, 1960 жылы өзінің несіне жетеді, популярности жөніндегі әйгілі бола бастайды. Бұл келісім шартында өзінің концессия бар салыстырған кезде өзгеше. Концессияда мысалы сіз өзіңіз жаңа кен орнын барлап шығарам деген кезде өзіңіз риск аласыз. Егер ол жерден пайда көрсеңіз де көрмесеңіз де, ол сізге құйған инвестиция қайтара алмау неңіз бар, тәуекеліңіз бар, рискіңіз бар. Ал өнімді бөлуде ол жерде бірінші сіз құйған қаражатты қайтарып береді. Сондықтан бізде ең үлкен жобалар Қашаған, Қарашығанақ кезінде инвесторлар тарту мақсатында сондай өнімді бөлісу келісім шарты қойылған. Үшінші жаңа келісім шарт айтқанда сервистік. Ол негізі Қазақстанда енген жоқ, 90 жылдарда ұсынылған болатын, бірақ кодекске енген жоқ. Қазір қайтадан ол талқыға салынып жатыр. Неге? Бұл келісім шарты негізі араб елдерінде, әсіресе Иран, Ирак елдерінде ол әйгілі, кеңінен таралған. Енді біз Иран, Ирак секілді елмен менің ойымша салыстыруға келмейді. Неге? Ол жерде сервистік келісім шарттың әйгілі болған айта кетейін. Әсіресе Ирак елінде үлкен кен орындары бар. Біздің ең 3 алпауыт кен орындай, бәлкім оларда 20-30-ы бар. Яғни олар сервистік контракт деген кезде, сервистік келісім шартта, сервистік келісім шарт, ол сіз өзіңіз еге боласыз кен орнына. Сіз мердігер шақыраса, ол сервис компаниясы ретінде сізге қызмет атқарады. Ал қазіргі таңда теңіз, Қарашығанақ, Қашаған, оларда ол тікелей еге, ол жердегі акционерлер. Ал бұл жерде сіз өзіңіз еге боласыз да, акционерлерді сервис жұмыс етіп қойасыз, мердігер ретінде. Қаншалықты ол сервис компаниялар тиімді? Себебі олар да жаңағы пайдасынан, егер ол қазіргі келісімшарттан төмен болатын болса, сервис келісімшарты бәлкім қатты жүре қоймайды. Мен өзімде қатты жүре қоймайды деп ойлаймын, себебі бізде үлкен кен орындар жоқ. Сервис келісімшарттары үлкен кен орны болған кезде ғана ол тиімді болады. Себебі сервис келісімшартта сіз ақшаны, өзіңіздің пайдаңызды әр шығарған мұнайдың артық барреліне өзіңіз соған доллармен немесе бір келісімшартпен ақша қайтара аласыз. Яғни мысалы бір кен орында күніне 100 мың баррель мұнай шығып жатса, ол сервис компания келеді да айтады, мен 100-ден 150 көтерем. Бірақ көтерген үшін 50 мың баррель артық шықты ғой, баррель күніне тәулігіне, содан мен өзімнің үлесімді алам. Ал Қазақстанда ондай кен орны көп қала болған жоқ. Бізде бүкіл кен орындары негізі өнімі төмен түсіп жатыр, себебі ескі қысымдар төмен түскен, тозығы жеткен кен орындар көбісі. Бізде 3 қана кен орны бар, өздерінің өнімі сол қалпында ұстап тұра алады, немесе өсіре алады. Өсіре алады тек Қашаған бәлкім, Қарашығанақ өзінің шегіне жетіп төмен түседі жуырда менің ойымша. Сосын теңіз кен орны қазір өзінің шегіне жетіп жатыр. Сондықтан бұл 3 кен орында онсыз да бұл жерде келісім шарты қойылған. Бәлкім бұл 3 кен орында қазіргі олардың келісім шарттан сервистік келісім шартқа өту бәлкім жоспарлануда. Сол мақсатта айтуы мүмкін. Ол кезде әрине ол басқа әңгіме, себебі мысалы теңіз кен орны 2033-те бітіп жатса келісім шарттары, оның қазір концессия келісім шартын оны сервис келісім шартқа өзгертуге болады. Яғни оны былай істеді. Араб еліне мысалы айтайын, Сауд Арабиясы 1933 жылы ең бірінші концессиясын қол қойған кезде, олар өздерінің ұлттықтандыру, национализация 1978-де ғана оған орындай алды 100%-ға. 1933-тен бастап американдық 4 компания, Exxon, Mobil, Chevron, Texaco кен олар бірігіп кетті, 2 компания болды. Олар осы кен орнын өңдеп келе жатты. Өңдеп келе жатты да, бірақ 1933-тен бастап 1978-ге дейін асте өз ұлттық компаниясы Сауд Арабия, Арамко, Arabian American Company негізі. Ол өз үлесін өсіре бастады. 1978-де өз үлесін 100%-ға келтірген кезде кен орны ол толықтай еге болды. Бірақ жаңа 4 компанияны олар шығарып жүрген жоқ. Ол 4 компания сервистік компания ретінде жұмыс еткізіп отыр. Яғни оны кен орны олар бәрібір жұмыс істей береді, бірақ келісім шарты өзгереді. Олар еге емес. Олар әр шығарған мұнайдың шығарған өніміне байланысты бір белгілі бір өзін пайын алады.
пайызын алып отырады, иә? Пайызын алып отыр, үлесін алып отыр. Сондықтан бәлкім осындай мақсатта қазірден бастап әңгімені қозғап жатқан болуы мүмкін. Себебі 2030 жылы ол жап-жақын 7-8 жылдың ішінде келе қалады. Одан кейін бар Қарашығанақ бар 2037. Одан кейін бар Қашаған бар 2040 бар. Яғни бұл үш кен орнына сервистікке өткізу бәлкім сол болжануда. Сол бәлкім жоспарлануда. Мен өз ойым. Енді Қазақстан мұнай негізінен Каспий құбыр консорциумы арқылы тасымалданады, бірақ соңғы жылдары КТК-да үзілістер көбейді. Және болашақта бұл тасымалда тәуекел туындау мүмкін бе? Енді былай айтатын болсақ, бәрімізге белгілі 80% мұнайымыздың экспорты сол Каспий құбырымен келеді. КТК дейді, Каспийский трубопроводный консорциум. Одан қалса жаңағы 10-15% Атырау Самара құбырымен кетеді. Ол да Ресей территориясы арқылы. Одан қалса бір 2%, 3% жаңағы Баку Тбилиси Жихан дейді. Бағытымен және 1% Қытайға кетеді. Қалғандары темір жолдарға ол да маңызды емес. 80% ол өзгере қойған жоқ. Негізі осыдан бір 10-15 жыл бұрын қарайтын болсақ, бәлкім 40% ғана сол КТК-мен кететін болатын. Каспий жаңағы құбырымен. Қазір ол 80%-ға өсті, жылда өсе келе. Жаңа сіз айтып жатқан ақаулар, дрон атакасы болсын немесе жәндегі ВПУ дейді, олар жәндегі Қара теңіздегі өздерінің жәндегі ақауға ұшырауы, өздерінің оборудование дейді ғой. Ол болып тұрады, бірақ егер үлес ретінде алатын болсақ, үлес ретінде біздің енді қанша мұнайымыз кетіп жатыр, ол ақау болған, және ол ақауға байланысты кете алмаған мұнайдың мөлшері өте төмен. Сондықтан мен ойымша ол инвесторлар үшін ол көп әзірше әсер етіп жатқан жоқ олардың экономикасына. Олар үшін ол кішігірім жаңа ақаулар олардың жаңағы жоспарларын қатты тыс зиянға келтіріп жатқан жоқ. Олар соны риск алып отыр. Екіншіден, бір күнде сол дәл қалпындағы мұнайды басқа жерге жіберетіндей мүмкіншілікте жоқ негізі. Сондықтан олар өздеріне риск алып отыр, және ол кетіп жатқан мұнай сол инвесторлардың үлесінің мұнай негізі. Біз Қазақстан мұнай десек те, негізі Қашаған, Қарашығанақ теңізде шығатын мұнай, ол акционерлер өздері шығарады сол мұнайды. Яғни ол мұнайды тасымалдау олардың өзінің жауапкершілігінде. Сондықтан ол жауапкершілікті олар алып отыр. Сондықтан ол 80% және құбырған сонымен әлі тасымалдап отыр. Әрине, риск және тәуекел жоқ емес, риск бар. Бір күнде және Құдай сақтасын жарылып кетсе, екі ортада қаламыз. Біз де қаламыз, олар да қалады. Бірақ олардың бір есебі бар деп ойлаймын. Сондықтан ол құбыр көбінесе жәндегі черный лебедь дейді жәндегі жарылып кетуді сондай бір неге ықтималдығы қойып отқан болуы мүмкін. Жаңағы мүмкіншілігі өте төмен ықтимал. Ал күнделікті жаңағы болып жатқан ақаулар олар бола береді, және олар болса да олардың жоспарларында ол қатты зиян келтіре қоймайды деген мен ойымша өздеріндегі бір ұстаным бар деп ойлаймын. Енді Қазақстанда қазір 4-ші мұнай өңдеу зауыты туралы айтылып жатыр. Бұған қандай қажеттілік бар? 4-ші мұнай зауыты бойынша, өнім бойынша негізі бұдан 10 жыл бұрын салу керек еді, өз ойым. 10 жыл бұрын шешім қабылданды. Кешігіп келе жатырмыз ба? Жоқ, 10 жыл бұрын мынандай шешім қабылданды. Қазақстанның мұнай өнімдеріне тұтыну өседі. Күрт өседі, дефицит көбейеді. Сол 10 жылдан көп бұрын шешім қабылданады. Біз я 4-ші мұнай өнім зауытын саламыз, я қазіргі 3 мұнай өнім зауытын модернизация жаңартамыз. Яғни оның мұнай өнімін көбейтеміз, шығару. Шешім қалай болды? Сол 3 мұнай зауытын жаңалатудан модернизацияға беру жәндегі сол шешім қабылданды. Сол уақыттан бері 7 миллиардқа доллар жуық ақша жаратылды. Қазіргі таңда негізі олардың жаңағы шешімі бойынша жаңартылғаннан кейін Қазақстанда дефицит болмау керек еді. Негізі. Қазір таңда егер дефицит болып жатса, демек ол шешім дұрыс қабылданбағаны. Енді екіншісіне келетін болсақ, келешекке қалай болжам. Қазіргі таңда Шымкент мұнай зауытын 2 есе өсіру жоспарлануда. Ол 6 миллион тонна шығаратын болса, әр зауыт негізі 6 миллион тонна жобамен шығарады, 6 миллион тонна, 18 миллион тонна, сондай жобамен. 6 миллион тоннаны 12 миллион тоннаға өсіру. Қытайлар инвестиция құю жаңағы жоспарланып отыр. Толық шешім білмедім, қабылданбады ма. Бірақ егер Шымкент мұнай өнім зауытын егер 2 есе өсіріп жатса, онда 4-ші мұнай зауыты бәлкім еш керек емес. Себебі 4-ші мұнай зауыты біріншіден ол қыруар қаражат талап етеді.
яғни біз 7 миллиард жаңа мұнай, 3 мұнай зауытын жаңалатқанша бір мұнай зауытын салуға негізі 7 миллиард жететін еді, асып кететін еді, бәлкім екеуін де салу керек еді. Бірақ қазір дәл сондай қаражат менің ойымша ешкім бере қоймайды. Себебі ондай үлкен қаражат ол жауапкершілік. Екіншіден, бұл жерде қаражат мәселесі. Екіншіден, мұнай зауыты сіз қайда саласыз? Екінші. Ақтауда ма, Атырауда ма, Ақтөбеде ма, Қызылордада ма? Қызылорда, Ақтөбе, Орал, ол жаққа еш қарастырылмау керек, себебі ол жақта мұнай көлемі, өнімі жылдан жылға түсіп жатыр. Яғни сіз мұнайды сбыт дейді ғой. Мұнайды қайдан табасыз оған? Яғни локация және таңдаған кезде ол ол Атырау болады, Ақтау болады. Ақтаудың өзінде мұнай төмен түсіп жатыр негізі. Яғни бір ғана өңір бар да, мұнайын өсіп жатқан жылда. Ол Атырау. Үшінші мәселе, ол өсіп жатқан себебі де теңіз Қашаған жобасынан. Ал ол теңіз Қашаған жобалары өздерінің мұнайын 100% экспортқа шығаруға мүдделі. Олардың өзінің құқығы бар. Ол ішкі нарыққа жібермейді. Себебі бағасы 2 есе төмен. Сондықтан 4-ші мұнай зауыт салатын болса, бірінші қай жерде салынады екен шешілу керек, мұнайды қайдан тартады екен шешілу керек. Үшіншісі де мұнайдың бағасы алатын қанша болады. Егер сіз нарық бағасымен сыртқы экспорт бағамен алатын болсаңыз, онда теңіз Қашаған, Қарашан өздері жан-жан деп береді ол 4-ші мұнай зауытына. Сондықтан, ал егер оны нарық бағасымен ішкі мұнай өніміне жіберетін болсаңыз, онда бензин бағасы 2 есе өседі. Сондықтан бұл жерде көріп отырсыз ғой, қазір бұдан бензин бағасы шамалы қымбаттаған өзі қатты әсер етіп жатыр халықтың қалтасына. Енді өсе беріңіз, ойлай беріңіз, 2 есе өссе, ол қалай болмақ. Сондықтан бұл жерде арбанда және сындырып алмау керек, өгізді өлтіріп алмау керек. Екеуінде ортасын ұстаудың жолы өте қиын. Менің өз ойым, оны қанша 4-ші мұнай зауытын мемлекет жәндегі үкімет немесе жәндегі басқа жерден айтылса да, нақты қадамдар менің ойымша әлі жасалған жоқ, жасала қоймайды. Себебі шешілмеген жаңа айтқандай сұрақтар өте көп. Енді Қазақстанда полипропилен өндірісі қарқын алып келеді. Бұл өнім түрі негізінен сыртқа шығарылады. 90% сыртқа шығарылады. 90%. Жалпы саланың болашағын қалай бағалайсыз? Бұл даму мүмкін ба? Енді былай ғой, 90% сыртқа шығарады, ішке 10% жөнелтіледі деген себебі, демек іште сұраныс 10%. Себебі біздің халқымыздың саны бар, өзіміздің сұранысымыз бар, тұтынуымыз бар. Ал сыртқы нарық одан көп болып тұр. Сондықтан бұл жалғаса беретін шығар, бәлкім сыртқа. Себебі біз мұнай газ химиясын салған кезде ол сыртқа бағытталған болу керек деп ойлаймын. Себебі бізде былай ғой, мысалы біз мұнай шығаратын елміз, мұнай газ шығаратын елміз. Бізде шикізат сатпай, шикізатты бағасын жоғары өңдеп сату керек. Ол жаңағы мұнай газ химиясы. Полипропилен дейді, полиэтилен дейді, тағы да бутадин дейді, кете береді. Ол жаңағы кен орындардың қасында салыну керек. Ол салынып жатыр онсы да. Яғни, мысалы, бір Жапония, бір Корея елдерін қарайтын болсаңыз, оларда да мысалы мұнай газ химиясы дамыған. Оларда мұнай газ жоқ қой. Олар шикізат ретінде мысалы біз секілді елдерден алады да, өңдеп, содан ортасындағы комиссиясын өздері алады. Ал мұнда мұнай газ елдер шығаратын елдерге олар өздері істеу керек негізі. Мысалы, араб елдері сондай. Араб елдер қазір мұнай газ химиялық үлкен зауыттарын салып жатыр. Неге? Біз шикізат сатудан азайтып, оны өңдеп, оны құны жоғары тауар ретінде сату. Сондықтан Қазақстан бұл бағытта жұмыс істеп жатыр. Полипропилен зауытын салды, өнім шығарып жатыр. Полиэтилен зауытын салуды бастап кетті. Одан кейін бутадин деген зауыт бар. Бірнеше сондай кластер дейді, және мұнай газ химиясын дамытып жатыр. Әрине, қазіргі таңда мұнай газ химиясында шамалы тұтыну дүние жүзінде әлемде осындай зауыттардың көп болып кеткеніне байланысты тауардың тұтынуы және шығару мен тұтынуы көп болып келе жатыр. Сондықтан бағасы түсіп жатыр. Яғни кейбір мамандардың айтатыны рас, Қазақстанға кеш қалды дейді мұнай газ химиясында негізі. Енді кеш қалса да шикізат ретінде сата бергеннен гөрі қазір мұнай газ зауытын салып алып, келешекте бәлкім бағасы көтерілген кезде пайдасын көбірек көреміз деген мақсатпен. Себебі шикізат қазір сату бар, келешекте сату бар. Немесе шикізатты қазір сатып, оның ақшасын алып, мұнай газ химиясы жаңа ақшаны жөнелтіп, келешекте мұнай газ тауарларын көбірек сату бар. Сондықтан меніңше мемлекеттің саясаты сол деп ойлаймын. Қазір де қатты пайдасы болмаса да, осы бағытта көбірек көңіл бөлу. Екіншіден, үлкен жобалар қазір бізде тоқтап қалды. Мысалы, ең соңғы жоба теңіздің 3-ші буын зауыты. Сол зауыттан кейін барып қанша адам жұмыстан қысқартылды. Оларды жұмыспен қамтамасыз ету керек. Енді бізде ондай соншама жұмыскерді бірден алатын үлкен мысалы жобалар қазір жоқтың қасы. Сондықтан сондай жобаларды мен ойымша ынталандырып жатыр. Көбірек салу мақсатында тартып жатыр, неше түрлі шарттар жөнінде ұсынып жатыр. Сол мақсатта жасалып жатыр деп ойлаймын.
яғни одан да бір жаңа бір шикізат зауыты салғанша сол ақшаны мұнай газ химиясы зауытына салайық. Иә, мынаған қараған кезде ықтимал жоғарырақ. Түсінікті. Енді жаңа теңіз туралы айтып қалдыңыз ғой, теңізде келісімшарт 2030 жылы аяқталады, және Шеврон ары қарай келісімшартты соза ма? Созбай қалса қандай қиындықтар болады? Енді ол жаңалықтарда шықты ғой. Шеврон өзі созу жаңағы ұсынысын айтты, жаңағы ынталы екенін, создырғысы келеді деген ұсынысын жасады. Оны қателеспесем елбасы барған кезде ақш-қа жуырда сапарында кездесуінде кейін айтылды. Неге ол созғысы келеді? Ол негізі әрине екі жақты қарау керек. Шеврон егер ұсынып отырса, яғни ол америкалық не ғой енді инвестор, демек оларға тиімді біріншіден. Неге? Менің және біздің каналдың несі бойынша, жоспары бойынша Шевронның 1/4 қоры Қазақстанда. Жарты қорды, мұнай қоры, ол өз елінде. Оның 1/4 Қазақстанда, 1/4 басқа елдерде. Сонда қарап отырсаңыз, Қазақстан екінші ел болып отыр, негізгі. Екіншіден, Шеврон компаниясының шығатын жарты қоры, ол тақтатас мұнайы, Америка Құрама Штаттарында. Тақтатас мұнайы, ол өзіндік құны өте жоғары. Ал теңіз кен орнының өзіндік құны төмен. Салыстырған кезде. Яғни теңіз кен орнынан келетін пайда әлдеқайда көп тақтатас мұнайдан. Сондықтан пайда жағынан бәлкім біз біріншіміз. Сондықтан Шеврон кезінде марқұм премьер-министр болған, Қазақ Ойлы құрған Нұрлан Бағымбаевтың сөзі бар. Шеврон, мысалы, теңіз болмаса Шеврон болмайды деген секілді сөзі бар. Себебі 90 жылдар Шеврон кірген кезде Шеврон қазіргі Шеврон емес еді. Қазір дүние жүзінде Шеврон ең үлкен үшінші мұнай компаниясы. Бірінші Арамко, екіншісі ExxonMobil, үшіншісі Шеврон. Шеврон 450 миллиард доллар нарықтық жаңа көлемдегі компания. 450 миллиард доллар. Салыстырма тұрады екен, Қазмұнайгаз 25 миллиард доллар. Арасын көріп отырсыз ғой, айырмашылығы 20 есе. 20 есе үлкен компания да. Сондықтан бұл компания тек қана мұнай шығару емес, ода мамандығы бар, өзінің қаражат, финансовый күші де бар, қаржылай, технологиясы бар, тәжірибесі бар. Бұл компания үшін 2033-ке дейін өзінің 1/4 қоры теңізден келеді десе, демек 2033-тен кейін барып та теңіз қоры бірден біте қоймайды ғой. Ол жаңа өнім келе жатады да, сол өнімді 2033-тен кейін жалғаса береді. Шамалы түсіп. Яғни бұл жалғасқан екен бар, қанша жыл әлі қоры бар екен, өзінің есебі бар деп ойлаймын. Сондықтан оған тиімді отыр. Сол үшін мемлекетке қазірден бастап ұсынып отыр. Біз созғымыз келіп отыр, және біз сол жерде әлі де жұмыс істегіміз келіп отыр деген. Енді біз жақтан қарау, үкімет жағынан, мемлекет жағынан қаншалықты теңіз қорын оларға создырып беру тиімді. Тиімді деген кезде алдында да айтқанымдай, ол кен орнын Шеврон болмаса қаншалықты Қазақстан өзі жүргізе алады. Қазақстан дегенде енді ұлттық компания болады. Бұл жерде немесе енді көбінесе ұлттық компания айтайық, Қазмұнайгаз немесе мемлекет біреу таңдайды. Қаншалықты олардың шамасы жетеді. Теңіз кен орнындағы мұнайдың қысымы өте жоғары. Күкірт жаңағы несі құрамы өте жоғары. Температурасы өте жоғары. Өте тереңде орналасқан. Яғни бұндай теңіз кен орны кезінде 1987 жылы бір авария болған. Бір ұңғымада Совет Кеңес одағында 1 жыл бойы 86-та болды. 1 жыл бойы сол ұңғыманы төтеп бере алмайды, жаба алмайды. Сөйтіп Америка Құрама Штаттарынан шақырып компанияны. Соны жаңа ұңғыма және атқылап жатқан ұңғыманы әрең жабады 1 жылдан кейін. Содан бері Америка Құрама Штаттары келген компания сол жерде өз мердігер болып қалды, қателеспесем. Яғни сол кезде сонша тек қана Қазақстан емес, Кеңес одағы соны жаңағы шамасы жетпеген бір кен орны болады. Яғни одан кейін барып Америка Құрама Штаттары қазір енді игеріп жатыр, көптеген қазақстандық мамандар шығып жатыр. Бірақ біз өздерін басқару жағынан, жобаларды басқару, project management дейді ғой. Ол жерде маман, қанша мықты маман болса да, ол системада жүйе. Теңіз секілді жүйені егер біз құра алмасақ, демек ол жүйені істеп жатқан адамдарға бәлкім жалғастыра беру керек. Бірақ өз шарттарымызда. Яғни мысалы Шеврон қазір 50% болса, өзінің пайызы бәлкім өзіне тиімді бір шарттарда создыруға болады да. Сен жұмыс істей бер, жаңа Сауд Арабиясын айттым ғой. Және корольге де 78 жыл 100% өзінің бәрін қарағын алса да, жаңа компанияларда сендер кетпейсіңдер, сендер компаниялар біздің астымызда жұмыс істейсіздер. Сервистік контракт бәлкім сол бағытта бәлкім істеуге болады да. Сіз мердігер ретінде істейді олар, үлесі болмайды. Әр шығарған мұнайға сіз ақшасын бересіз. Ол да бір тиімді. Әрине ол жақтан да қаншалықты ол жаңа олар үшін тиімді. Сондықтан ортасын табу керек деп ойлаймын. Әлде уақыт бар. Белгілі бір келісім несі жүріп басталып кетті деп ойлаймын, процесс ішіндегі. Оны уақыт көрсетеді. Бірақ ең маңыздысы
бұл жерде ұтылып қалмау керек. Ұтылып қалмау үшін да үкімет жағынан тек қана техникалық емес, заңды жақсы білетін, экономиканы жақсы білетін, финансты жақсы білетін мамандар болу керек. 90-шы жылдары біз неге ұтылдық? Мен өз ойым. Бізде көбінесе геология, олар болу керек әрине. Геология, жәндегі инженер, сол мамандар келді. Иә, мысалы жәндегі марқұм командасында көбінесе сол кісілер болды, бірақ бізде есеп жағынан бір қате кетті да. Заң жағынан қате кетті. Жаңа контракт, келісімшарттың қанша түрі бар, СРП қаншалықты ол тиімді. СРП мысалы, жаңа айтқан өнімді бөлу, ол көбінесе үшінші дамымаған елдерде дамыған да негізі. Біз сол кезде мысалы оны қанша адам білді, мысалы дүниені аралап шарлап білу керек оны. Сол үшін заңгер керек, сол үшін экономист керек, финансист керек. Соларды меніңше онсында болып жатыр деп ойлаймын, бірақ мен де айта кетейін дегеніміз ғой. Құлақтарынан алтын сырға. Сіз енді қазір сол саланы зерттеп жүрсіз ғой, біздің мамандардың деңгейі әлемдік деңгейге жете ме? Мамандарды айтатын болсақ, өткен апта бір подкаст болды. Мен подкаст апта сайын жүргізуге тырысамын. Сонда Иракта жұмыс істеп жатқан бір өзіміздің бауырымыз айтады, Катарда болған кезінде дейді, Катарда бір чат болды дейді, бір жыл бұрын 200 адам болды дейді, бір жылдан кейін 1000 адам болды дейді мамандар. И сол жерде айтады, бір жылда бір чаттың ішінде 5 есе өсті дейді, ол мамандар. Ол не деген сөз? Тек бір Катар, Доха қаласында 1000-нан аса маман бар. Ол қасында Дубай бар, Абу Даби бар, ол жерде мамандарымыз араб елдерінде бар. Бүкіл дүниежүзінде егер былай қарайтын болсақ, бәлкім сыртта жүрген дәл сондай мамандар Қазақстаннан да көп қазақстандықтар сыртта жүр. Яғни бізде маман жеткіледі. Көбінесе осы 3 кен орнынан шыққан мамандар. Теңіз, Қарашан, Қашаған. Мықты мектеп қой негізі. Ол жерден шыққан мамандарды да қалай жаңа жұмыстан олар жаңағы ұсыныс арқылы өздеріне тартып алып жатыр да, араб елдері болсын, Америка құрама штаттарында көрініп өткенде. Маман жағынан бізде, менің ойымша, жеткілікті потенциал бар. Біздегі жеткіліксіз мәселе ол жүйе деп ойлаймын, система. 90 жылдары түсінем, маман болған жоқ, қаражат болған жоқ, технология болған жоқ, жүйе болған жоқ. Қазір бізде маман бар, қаражаттың инструменттері бар. Әрине оны енді дамыту керек бәлкім. Бірақ бізде, менің ойымша, әлі де дүниежүзілік деңгейде project management skill дейді, жәндегі жобаларды басқару икемділігі әлі отырмады деп ойлаймын. Сол отырған кезде біз теңізде де басқара аламыз деп ойлаймын. Қарашығанда да басқара аламыз, Қашағанда басқара аламыз, және басқа да жобаларды өзіміз алып кете аламыз деп ойлаймын. Енді сіз осы салаға қатысты жалпы мұнай газ өндірісіне жасанды интеллект енгізу керек пе? Және кіріп жатыр ма ол нәрсе? Өйткені кез келген салаға, білім саласына, денсаулық саласына қазір осы жасанды интеллект пайдаланып жатыр. Ал мұнай газ саласына керек пе ол? Енді жасанды интеллект дегеніміз не? Бірінші сұрақ. Мұнай газ саласында жасанды интеллект ол бұрыннан бар. Аты жасанды интеллект деп қазір қойылды. Жасанды интеллект қандай түрде бар мұнай саласында? Мен өз маман ретінде модельдер негізі, резервуар моделинг деп аталады. Резервуар моделинг деген сөз, біз сол мұнай газ жәндегі кені бар ғой, ешкім көрмейді астында, жердің астында қалай жатқан, бірақ соны моделін жасаймыз. Да. Оның не дейді жәндегі өзінің егізін жасаймыз. Бірақ виртуальный егізін жасаймыз. Digital twin дейді. Яғни осыны жасау арқылы ана астында мұнай кен орны қанша мұнай жатыр, қанша газ бар, соны виртуалды түрде суреттеп, сол модельден біз қай жерге қоңғылма қазсақ, қаншалықты мұнай тиімді шығады деген моделін жасаймыз. Бұл жасанды интеллекттің несі ғой бір. Яғни бұны біз шын емес, жасанды интеллект модельдермен, алгоритмдермен біз соның несін егізін жасаймыз. Ол бұрыннан бері бар негізі. Барып келе жатыр. Оны қазір енді хайп қой. Әр екі адам бірі қазір AI деп отырады. AI да бәр жақта. Айта берсін, бірақ жалпы мұнай газ саласында бәлкім бұл сала одан ары қарқынды дамиды, себебі компьютерлардың күшімен. Қазір компьютердің күшімен бәлкім ол тезірек жасалады. Ал жалпы негізі бұл жасанды интеллект әрқашанда болған деп ойлаймын.